құрметті достар, бүгін мен осы видеоны түсіріп отқан себебім бірі бұл Қазақстан тарихы бойынша көркем шығарма оқу және оның негізгі идеясын және де оның тарихи маңыздылығы туралы айтып беру болатын. Және де оған тоқталатын болсақ, жалпы мен өзім таңдаған әдебиеттік шығармам ол көшпенділер трилогиясының қаһар романы болып келеді. Жалпы бұл романды таңдаған себебім бұл романның өзінің тарихи маңызы өте зор. Себебі дәл осы қаһар романында тәуелсіздікке ұмтылу, яғни отаршылық езгіге қарсы тұру және де егемендікке ұмтылу идеологиясы өте қатты бейнеленген. Және де Ілияс Есенберлин осы роман арқылы яғни қазақ халқының ұлттық санасының оянуына әсер етті деп ойлаймын. Және де осы қазақ халқының идеологиясының, яғни біртұтастығын сақтап қалуға осы роман өте қатты әсер етті деп санаймын. Жалпы айтқанда, бұл Ілияс Есенберлиннің қаһар романы ол әрине қазақ әдебиетіндегі осы ең қуатты, ең мықты тарихи романдардың бірі. Себебі бұл шығарма осы көшпенділер трилогиясының ең соңғы үшінші, яғни аяқтайтын бөлігі болып саналады. Және де бұл кезеңде, яғни сол қазақ хандығының жойылып, отаршылық езгіге халықтың қарсы тұрып жатқанын, және де сол кездегі отаршылық езгінің әсерінен халықтың күнкөрісінің қиын болған, және де осы кезеңде қазақтың ең соңғы ханы болып сайланған Кенесары хан барынша тәуелсіздікті сақтап қалу үшін өз қолынан келгенін істеп, қазақтардың барлығын бірге жинап, ұлы жүздің, кешірім сұраймын, 300-дің хан болып сайланған туралы көрсетеді. Енді бұл роман, яғни қазақ халқы үшін өте қайғылы болғанымен, тарихи сабақ ретінде біздің халқымыз үшін өте маңызды. Және де бұл роман яғни ең басты оқиғалар ол әрине Кенесары Қасымұлының бастаған азаттық қозғалыс туралы деп ойлаймын. Және де роман осы толығымен 19 ғасырдың бірінші жартысында, яғни осы сол кездегі болып жатқан тарихи жағдайларға негізделген. Жалпы айта кететін болсақ, сол 1820 және 1847 жылдар аралығында Ресей империясы отарлау саясаты күшейіп, осы қазақ даласының саяси дербестігіне, халықтың тәуелсіздігіне қауіп төндірген кезде еді. Және де жалпы айтатын болсақ, Есенберлин бұл уақытта осы сол кезде орын алған көптеген тарихи процестерді көркем түрде және де көптеген тарихи фактілерді жинап отырып, яғни осы тарихи оқиғаларды көркем түрде жеткізе білді. Және де осы кітапты жазу үшін Ілияс Есенберлин 10-15 жылдай өзінің өмірін арнап тарихи деректерді жинаған деп естігенім бар. Яғни осы автордың осы романды жазу үшін бар күшін салып, көптеген тарихи деректерді ақтарып, кітаптарды зерттеп, дәл осы романды халықтың ұлттық санасын ояту үшін және де тарихи шындықты жазу ретінде керемет түрде жеткізген деп санаймын. Яғни айта кететін болсақ, сол кезеңдерде өте қазақ халқы үшін өте ауыр кезең болды. Мысалы 1822 жылы Сібір қазақтары туралы жарлығы бойынша Орта жүз хандығы толығымен жойылды. Яғни Орта жүз хандығы ешқандай өзінің саяси дербестігін сақтай алмайтындай, яғни толықтай Ресей империясының территориясына көшкенін көрсетеді. Және де 1824 жылы Орынбор қазақтары туралы жарлық бойынша Ресей империясы кіші жүздің билігін толығымен жойды. Және де сол кіші жүз бен орта жүз толығымен Ресей империясына кіріп, сол кездерде яғни Жайық, Есіл, Ертіс бойындағы бекіністердің салынып күшейіп жатқан кезеңдері еді. Сол кездерде яғни хандық билік толығымен жойылып,
қазақ халқының мүддесін қорғайтын ешкім болған жоқ етін. Әр сұлтан әр сұлтандар мысалы осы Абылай ханның сол кезде өмір сүрген немере шөбере бастары бірімен бірікпей сол кезеңдерде яғни өздерінің пайдаларын ойлап ақ патшаның билігіне жағу үшін бар амалын жасады. Ал халықтың мүддесін қорғайтын ешқандай жалпы осындай бір керемет бір тұлға, яғни Абылай хандай қазақтың басын қорғайтын дербес мемлекет сақтап қалатын бір азамат жоқ етін. Және де сол азамат ретінде Кенесары хан өзін көрсете білді. Жалпы сол кезеңдерде осы шығарма яғни көркем түрде өте әсерлі жеткізген. Жалпы шығарманың негізгі идеясына келетін болсақ, қазақ халқының тәуелсіздік үшін күресі ең маңызды идея болып табылады. Және де автор ең әуелі осы қазақ халқының ұлттың яғни бірлігін, осы сол кездегі саяси дербестігін, елдік санасын қандай да жағдайда яғни осы отаршылдық езгіге қарамастан жоғалмауы тиіс деген ойды алға тартып, яғни бізге сол ойды салып тұр. Және де сол романдағы оқиғалар жалпы сол кезде қазақ халқының басынан өткен ең күрделі, ең қасіретті, бірақ сол кезде намысқа толы, яғни біздің жалпы жеңіске жетпесе де, бірақ жалпы мақтанатындай етіп, ұлттық рухты оятатындай етіп бейнелеген. Және де Кенесарының осы Ресей империясының отарлау саясатына қарсы күресі бұл яғни жай ғана әскери тұрғыдан ғана қақтығыс емес, және де бұл рухани майдан десек те болады. Яғни ұлттық сананы ояту үшін, халықты осы езгіге қарсы тұру үшін, өз мүддесін, өз құқығын қорғай алу үшін барынша осы Кенесары өз күшін салғанын көрсетеді. Және де Ілияс Есенберлиннің көтеретін ең басты мәселесі ол ауызбіршіліктің қажеттілігі деп санаймын. Себебі жаңа айта өткендей, сұлтандар біреумен алауыздық болып, бір-бірін қолдамай, яғни әркім өз пайдасын ойлап кеткен кезде қазақ халқы ұлт ретінде жоғала бастады. Және де қандай Кенесарыдай мысалы ұлы тұлға болса да, егер халықтың арасында осы сұлтандары, яғни билік өкілдері, мықты тұлғалар бір-бірімен ішкі алауыздық басым болса, ұлт азаттығына ұмтылу жолы яғни өте қиын болады. Және де менің ойымша сол себепті Кенесары толығымен осы тәуелсіздікке, яғни дербестікке жете алмаған сол себеп деп санаймын. Және де жаңадан бері айтып келе жатқанымыздай, осы шығарманың бас кейіпкерлерінің бірі, яғни ең басты кейіпкер, менің ойымша ол Кенесары Қасымұлы. Және оның қасында осы шығармада өте маңызды рөл ойнаған ол әрине Наурызбай батыр және Ағыбай батыр, және Жоламан батыр. Яғни осы батырлар сол кезде саяси бейне ретінде, яғни Абылай ханның ұрпақтары, немесе сол батырлар осы ұлт азаттық көтерілістің яғни басты бейнесі, яғни басты кейіпкерлер деп санаймын. Және де осы роман тек Кенесарының бейнесін ғана емес, басқа да адамдардың бейнесін өте ерекше ашқан. Яғни әркімнің өзінің ой толғауын, мінезін, және де олардың мақсатын, олардың яғни ішіндегі болып жатқан әртүрлі ойларын өте керемет жеткізген. Жалпы роман бойынша Кенесары жай ғана бұл қарапайым адам емес, өте күрделі тұлға десек те болады. Және де ол өзінің батырлығымен, яғни көшбасшы, яғни қолбасшы ретінде халықты осы көптеген жеңіс, ұлт азаттық көтеріліс кезінде көптеген жетістіктерге алып келді. Және де онымен қоса ол өте, яғни тек өзінің білегінің күшіне ғана сеніп қоймай, өзінің ақыл ойының күшіне де сенетін өте ақылды, яғни саясаткер және дипломат десек те болады. Себебі өзіне керек уақытта ол Қоқан ханымен де, Хиуа ханымен де, және де Ресей империясында осы Сібір және Орынбор губернаторларымен де өзінің керегіне пайдаланып, яғни дипломатиялық қарым-қатынас орната білді. Және де оның осы дипломатиялық қарым-қатынас орната білуінің арқасында отаршылдық езгіні сәл болса да кішкене ысырып
уақытын шегеруге көмектесті деп санаймын. Және де кенесарының ең басты істеген жақсылығы менің ойымша ол яғни қазақ руларының басын қосып осы мемлекетті қалпына келтірмек болды. Және де осы романда кенесарының бейнесі осы әділдікке деген ұмтылысын, яғни халықтың мүддесін қорғауға, ол өзінің жанын беруге яғни дайын болғаны анық байқалады деп санаймын. Және де оның мінезіндегі батырлық, яғни табандылық маған ерекше ұнады. Себебі ол тек бір руды ғана емес, барлық 300-ді, яғни әр ру өз жеке бас болып сұлтандарға бағынып, өздері бөлек өмір сүріп, яғни біреумен алауыздық болып жүрген кезінде 300-дің басын қосып, яғни қазақ даласындағы Абылай ханнан кейінгі 300-дің басын қосқан ең бірінші хан болған осы Кенесары хан болды. Әрине Абылай ханнан кейін осы сұлтандар алауыздық болып 300-дің басы қосылмай кеткен, және де солардың басын біріктірген осы Кенесары етін. Жалпы әрине Кенесарыны айтқан кезде біз әрине оның қасында да ерекше тұлғалардың, ерекше батырлардың болғанын еске саламыз. Және де сондай батырлардың бірі менің ойымша ол Кенесарының ағасы, яғни Саржанның баласы, яғни ол Наурызбай батыр деп санаймын. Наурызбай жалпы менің ойымша Кенесарының жас кезіндегі бір бейнесі секілді. Себебі Наурызбай да Кенесары хан секілді өте тік мінезі келеді, және де яғни ешқандай қайтпайтын, қайсар, еш нәрседен тайсылмайтын өте батыр тұлға болған. Және де елдің намысы үшін өзінің жанын беруге дайын болған. Және де оның жалпы кейбір эпизодтарда батырлығы романда өте керемет әсерлі түрде жеткізілген деп санаймын. Мысалы осы романдағы ең әсерлі көріністердің бірі ол әрине Наурызбай мен Ағыбай батырдың яғни осы Ташкенттегі билеушісінен қашып шығуы. Сол кезеңдерде, яғни ол әкесі мен көкесінің қайтыс болғанын біліп, аттарды ертерек дайындап қойып, яғни сол жанкештілікпен сол қаланың яғни күзетшілерінен қашып шығып, өзінің ептілігінің, табандылығының арқасында Ағыбай мен Наурызбай батырлар өздерін аман сақтап қалды. Және де Наурызбай осы кейін Кенесарының оң қолы болып, Ақмола бекінісін жаулап алған кезде, яғни осы Кенесары ханның ұлт азаттық көтерілісі кезеңіндегі ең үлкен айқастарды өте жақсы көзге түскен осы Наурызбай батыр етін. Жалпы міне оқып кететін болсам, міне сол Ақмола бекінісін жаулап алғаннан кейінгі автордың сипаттауы. Сөйтіп Кенесары сарбаздары Ақмола бекінісінің үйлерін тегіс өртеп, қорғанын құлатып, жермен жексен етіп, орларын топырақпен бітеп, кешегі шығыс Сібірдің отаршылық қамалы тұрған жерді тып-типыл етіп, ертеңіне қайтадан Ұлытауға қарай шегінді. Осы жолы Ақмола бекінісін алуда еткен қаһармандық қайрат үшін Кенесары Төлебайды жеке батыр атады. Көп кешікпей Ағыбай, Наурызбай, Бұқарбай жеке батыр басынан Кенесары сарбаздары Ақтау, Ортау бекіністерін алды. Зеңбірек пен карабинді Аға сұлтан мен старшын жеңуге болатын көрген, әзірге үндемей келген кейбір рулар енді Кенесары ордасына қарай ағыла түсті. Кенесарының абыройы да қадірі де артты. Бірақ жан аямас қаталдық көп елді өзінен үркітті. Алайда соңынан ерген батырлар оны ұлт қаһарманына айналдыруға тырысты. Ал Кенесары өзі болса, аяз, әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл дегенде әлі де ақ патшамен шын белдес күреске күшін жеткізгісі екенін жақсы түсінді. Енді ол бұлаң құйрық түлкі қуыққа салып, патша солдаттармен жата-жастан ұрысып, қазақтың ереуілге қосылмай жатқан басқа руларын өзіне тартуға кірісті. Жалпы жаңа өзім айта кеткенде осы маған ұнаған осы кейіпкерлер Кенесары мен Наурызбай еді. Және де осы эпизодта, яғни Кенесары ханның өзінің
айласының керемет екені көрсетіледі. Жалпы оның артынан ерген осы Наурызбай, Жоламан, Ағыбай батырлар, Кенесары өзінің, яғни осы батырлар өздерінің батырлығы арқылы, өзінің ерлігі арқылы Кенесарының керемет хан екен, және де өзінің артынан халықты сүйреп дербес мемлекет құра алатын керемет тұлға ретінде көрсете білді. Және де Кенесары өзінің күші ақ патшаға жетпейтін, яғни сол кезде ақ түсінді. Ақмола бекінісін жаулап алғанмен де Кенесары хан өзінің яғни ақ патшаның қаһарына қарсы тұра алмайтын, және де бұл жай ғана дауылдың алдындағы тыныш кезең деп айтамыз, сондай болып тұрғанын түсінді. Және де сол себепті ақырын басып осы ары қарай ақылға салып іске кірісуге тырысты. Және де ереуілге қосмай жатқан осы басқаруларды қосып өзінің билігін күшейте бастаған Кенесары осы, яғни кез келген кішкене болса да мүмкіндікті керемет пайдаланғаны көрсетіледі. Және де бұл шайқаста да әрине Наурызбай батыр өзі керемет көзге түсіп, осы Ақмола бекінісін алуға көп үлес қосты. Енді маған тағы бір ұнайтын бір эпизод, жалпы бұл қазақ халқы үшін өте айтуға ауыр эпизод болса да, мен айта кеткен дұрыс болады деп санаймын. Мысалы, осы романның басындағы айтып кеткен тарихи фактілер туралы айтылып кеткен бір оқиға бар. Мысалы, Сейтеннің ойланған кезі. Батыс Сібірдің тұрғын жұрты мен жер айдалып барған адамның арасында әйел жынысының өте жеткіліксіздігін еске алып, 1 Николай патша 1825 жылы 11 февраль күні қазақша тауық жылғы ақпан айының 11-інде Сібір генерал-губернаторы мен Орынбор соғыс губернаторы Сібірмен шектес қазақ секілді бұратаны ұлттардың жас қыз балаларын қолға түсіруге жарлық берген. Бұл жолда қандай амал болмасын қолдануға рұқсат етілген. Сатып алуға да, алдап алуға да болады делінген. Осы жарлық бойынша қолға түскен қыз балалар шоқындырылып, әйел жынысына мұқтаж семьяларға тапсыруға тиісті. Асырап алған адамдарға азық-түлік ретінде 15 жасқа толғанға дейін көмек көрсетілді, ал қыз балаларды әкелген кісіге қолма-қол 15 сом сыйлық беріледі. Міне осы жарлық Сейтеннің туған інісі Тайжанның 7 жасар қызы 6 жаста қармаққа түсірген еді. Тайжан патшаға қарсы ереуіл ұйымдастырған үшін 15 жыл бұрын омбы ордасы Гаузия сотының үкімімен өлім жазасына кесілген дейді. Оның ер жетіп қалған 3 жолы Сібірге, Туринскіге айдалған дейді. Белгісіз адамдар беймәлім жаққа әкетіп бара жатқан ағаларының соңынан қалмай, шырылдап жүгірген 7 жасар алтын шашты қарауыл басы офицер иемденіп омбыға бір саудагерге сатқанды. Жалпы бұл эпизод әрине өте ауыр болса да, және де сол кездегі әділетсіздікті көрсеткенімен де осы бізге сабақ ретінде көрсетілгендей. Себебі яғни сол 1825 жылы шыққан жарлық бойынша қазақтың қыз балаларын қандай жолмен болса да емдену туралы жарлық. Бұл өте, яғни былай айтқанда құлдыққа айналдыру, немесе қазақтың қыздарын күң ретінде өздерінің жаман пиғыл мақсаттарында қолданған көрсетіліп тұр. Және де өздеріңіз көргендей бұл оқиғада шын өмірде болған, яғни Тайжан батырдың, яғни ереуілді бастаған Тайжан батырдың ұл қыздары, яғни күңдікке және құлдыққа алынып кеткен туралы көрсетілген. Және де былай айтқанда сол кезеңдерде, яғни тарихи кезеңдерде Ресей империясы осы жарлық арқылы қазақ қыздарын алып кез келген жолмен, яғни тиын тебенге болса да сатып алып, оларды күң ретінде пайдаланып, яғни өздерінің, орыс халқының санын көбейту үшін, яғни өздерінің ұрпақтарын жалғастыру үшін пайдаланған.
және де қалған тұтқынға түскен мысалы көтеріліске шыққан ру тайпалардың қыздарын хиуа хандығы, сол кезде өмір сүрген, арал маңда өмір сүрген хиуа хандығына күңдікке сатқан. Ол туралы кітапты өте жақсы жазылған. Яғни хиуада талай қазақтардың құл базарды сатылып кеткен, Иранға, Ауғанстанға, яғни Үндістанға, яғни тауар ретінде сатылып кеткен көрсетіледі. Яғни сол ауыр кезеңдерде, яғни өте ауыр кезеңдерде қазақ халқына, қазақ халқының мүддесін, яғни құқығын қорғайтын ешкім болмағаны көрсетіледі. Және де Кенесары хан осының бәрін көріп тұрып, яғни өзінің, яғни бұлай өлгенше намыспен өлгенін қалады. Сол себепті қазақ халқының мүддесін қорғау үшін, яғни осындай ұл қыздарды күңдікке, құлдыққа алып кетпес үшін, осыны доғару үшін бар күшін салған, табандылықпен яғни Ресей империясына, Хиуа хандығына да қарсы шыққан өте жақсы көрсетілген. Және де Кенесары ханның арқасында, яғни мен ойымша осы жарлықтың, яғни орындалуына кедергі болды. Және де қазақтың ұл қыздарының, яғни еңсесін көтеріп, болашаққа, яғни дербес мемлекет болуға, ұлт ретінде дамуға өте үлкен серпіліс берді деп санаймын. Және де осы романда осы оқиға өте керемет сезілген. Жалпы шығарманы оқып болған соң мен көптеген тарихи оқиғалармен танысым, және осындай Орынбор қазақтары, Сібір қазақтары туралы сияқты жарлықтарды біліп, және осы 1825 жылғы Николай патшаның қазақ қыздары туралы жарлығы туралы осы тарихи мәліметтерді осы кітап арқылы біле бастадым. Және де мен үшін осы тақырып өте қызық болып кетті. Және де біріншіден Кенесары қозғалысы тек әскери көтеріліс қана емес, осы қазақ мемлекетін сақтау үшін соңғы тарихи талпыныстардың бірі екендігі айқын бейнеленген. Және де екіншіден осы жаңа айтып кеткенде руаралық дау-дамайларын, яғни осы сұлтандардың алауыздығын жойып, қазақ бірлігіне, яғни қазақ бірлігіне осы алауыздықтың қаншалықты зиянын келтіргенін шығармада анық көрдім. Енді үшіншіден, бұл біздің тарихымызда ел үшін өз басын құрбан еткен батырлар аз емес екенін түсіндім. Яғни жасы келсе де қазақ халық үшін жанын берген ол Жоламан батыр, және де Наурызбай Ағыбай батыр секілді батырлар өте керемет бейнеленген. Және де автор кеңінен баяндаған, ол яғни баяндаған нәрсе, ол әрине қазақ даласындағы патша үкіметінің жаңағы айтып кеткен жарлықтар мен реформаларын нақты қалай жүргізгені, қалай өте әділетсіз жүргізгені, және қазақ қоғамының саяси және әлеуметтік құрылымының толықтай өзгерткенін мен түсіне білдім. Және де мен үшін бұл тақырып өте маңызды, яғни мен үшін бұл тақырып тарихи тұрғыдан өте маңызды деп санаймын. Жалпы кітап оқу барысында менің көңіл-күйім әр кезде әртүрлі болды, және ерекше болды деп санаймын. Бір кезде, яғни Кенесарының жеңістерінде, мысалы Ақмола бекінісін басып алу секілді оқиғаларды мен өзім, яғни өте күшті мақтаныш сезім билесе, ал осы жаңағы айтып өткенде 1825 жылғы жарлықтардың орындалуын, яғни қазақ жастарының құлдыққа, күңдікке сатылып кеткені мен үшін, яғни өте мен сезім үшін өте ауыр болды. Енді таңғалғаным бұл әрине сол отаршылық кезеңде, қанша отаршылық болса да, бірақ сол жарлықты шаш ал десе бас алатын жендеттердің өте әділетсіз орындаған. Және де сол қазақ бола тұра, яғни өздері қазақтан шыға тұра төрелердің, яғни сол кездегі сұлтандардың
өз халқына деген опасыздығын, сатқындығын оқығанда мен әрине өте ашуым келді деп санасам болады. Себебі Қоңырқұлжа мысалы Уәли Сұлтан ұрпақтарының осы қазақ халқының мал мүлігін тартып алып Ресейдің ақ патшасына алым салық ретінде жүріп өзінің малын сақтап қалу үшін халықты қинағаны өте ауыр сезілді. Бірақ роман соңында, яғни осы Кенесарының поляк елшісімен сөйлесуден кейінгі, яғни адамдардың және де солардың бірімен диалогтар арқылы мен жалпы рухани жігер пайда болды деп ойласам болады. Яғни автор осы қорытындылау жағынан өте күшті мән берген деп санаймын. Себебі Кенесарының түпкі ойын, яғни өте жақсы қорытындылау кезінде жеткізген. Әрине кеңес үкіметі кезінде жазылғандықтан бұл кітап толығымен Кенесарыны халық қаһарманы ретінде көрсете алмайды. Себебі қорытындылайтын кезде мүмкін менің ойымша авторды қыспалдаған сияқты, немесе автордың рұқсатынсыз сол қорытындылау бөлімін өзгерткен деп санаймын. Себебі сол жерде Кенесары жалпы толық роман бойы Кенесарының өте керемет батыр, табаншыл, яғни халық қаһарманы ретінде көрсетсе, және тура сол қорытындылау кезеңіне келген кезде Кенесары яғни сәл арам пиғылды, яғни тек халықтың жағдайын ғана емес, өзінің арман мақсаты ғана бар екен, яғни жаман пиғылды, өзінің қалай айтсақ болады, жалпы өзінің атын тарихта қалдыру үшін осы халықты, яғни пайдаланып кетті дегендей көрсетеді. Мен ойымша адам егер тек өз бас пайдасын ғана ойласа, бұндай өліммен ойнап, яғни өзінің жанын беруге дайын болып халықты ертпес еді деп ойлаймын. Және де егер Кенесары хан өзін, яғни өлімге, яғни не болса да өлімнен қорықпай осы қиын жағдайда халықты өзінің артына жеткізіп, яғни өзінің артына сүйреу, бұл өзінің бас пайдасы үшін емес, яғни халыққа үміт беру және де халықты мүддесін қорғау үшін, солардың бастарын бірігіп алауызды жою үшін, яғни халықтың ұлттық санасын ояту үшін осы ұлт азаттық көтеріліске барды деп санаймын. Жалпы мен бұл кітапты достарыма да, жақындарыма да ұсынар едім деп санаймын. Себебі бұл шығарма қазақ халқының тарихын, яғни қайраттылығы мен рухының айқын көрінісі деп санаймын. Және де бұл кітап, яғни мен өзім қазақ ретінде айта кететін болсам, біздің кім екенімізді, қандай тарихи жолдан өткенімізді, және де бабаларымыздың қандай ерлік жасағанын көрсететін өте құнды шығарма деп санаймын. Өте көркем шығарма. Шынын айтса, мен кез келген өзімнің таныстарыма осы кітапты ұсынар едім. Және де әсіресе қазіргі жастарда, осы өсіп келе жатқан жастарға, яғни қазір тәуелсіздік кезеңімізде, өзіміздің тәуелсіздігімізді сақтап қалу үшін, ары қарай ел ретінде, мемлекет ретінде даму үшін, және де осындай ауыр отаршылдық оқиғаны қайталанбас үшін, ұлттық тарихты терең түрде түсіну үшін осы шығарманы оқу өте маңызды деп санаймын. Және де міндетті түрде әр қазақ жастары, әр қазақ жас баласы оқу керек деп санаймын. Және де Қазақстан тарихын зерттеу үшін тек ғылыми зерттеулер ғана емес, осындай көркемдікке толы, яғни рухани байлыққа толы тарихи романдарды оқу өте ерекше сезім береді, және де ұлттық сананы оятады. Яғни өзіміздің патриоттық сезімімізді оятып, мемлекетіміздің тәуелсіздігі үшін қаншама миллиондаған жанның өз жанын беріп, осы тәуелсіздікке аңсап жете алмай кеткен маңызын көрсетеді. Және де осы біздің Кенесары хан секілді
Сырымдатұлы секілді ұлы тұлғалардың көтерген бастаған ұлт азаттық көтерілістері тәуелсіздіктің тәуелсіздікке жету оңай түспегенін өте жақсы көрсетеді. Ал авторға келетін болсақ, ол әрине Ілияс Есенберлин қазақ әдебиетінің алып тұлғасы деп санасақ болады. Егер өлең жазу, ақындық бойынша Абай қазақ әдебиетінің атасы болса, Ілияс Есенберлин роман жазудың атасы деп санасам болады. Себебі өзінің өмір жолында өте көп қиындық көрген, яғни осындай ұлттық сананы оятатын маңызды кітаптар жазамын деп, маңызды еңбектер жазамын деп, өзі талай қуғын сүргінге ұшыраған кісі. Және соған қарамастан ешкімге айтпай сол 10-15 жыл бойы тарихи деректерді жасырын жинап, осы қазақ хандығының толық тарихын, яғни керей мен жәнібектен бастап Кенесары ханға дейін барлық толық тарихты қамтитын көшпенділер эпопеясын трилогиясын жазу бұл оңай тапсырма емес. Және де осы трилогияны жазу үшін менің естуім бойынша, менің оқуым бойынша, Ілияс Есенберлин 20-30 жылдай өмірінің арнаған. Өзі жалпы 56 жасында ма қайтыс болған. Яғни өмірінің жартысын тек осы қазақ хандығының, яғни қазақ халқының тарихын зерттеуге, сол ұлттық сананы ояту үшін, осы көркем шығарманы жазу үшін арнаған. Яғни мен ойымша Ілияс Есенберлин де Кенесары хан секілді өзінің өмірін қазақ халқы үшін арнаған батыр деп санаймын. Және де айта кететін болсақ, Ілияс Есенберлин бір маңызды фактілері бар. Бір маңызды факті бар. Ол қазақ жазушыларының арасында ең көп роман жазған Ілияс Есенберлин екен. Осы Ілияс Есенберлин рекордты түрде 17 роман жазған. Яғни оның көрсеткішіне ешқандай қазақ жазушылар, ешқандай қазақ ақын жазушылары жетпеген. Сонысымен Ілияс Есенберлин тарихта өзінің атын қалдырды. Жалпы қорытындылай айтқанда, қаһар бұл жай ғана роман емес, және бұл ұлттың жадын, яғни тарихи сабақ ретінде осы азаттықтың, тәуелсіздіктің бағасының қазақ халқы үшін өте ауыр тигенін көрсетеді. Осы 200, шамамен 250 жылдай бойы отаршылдық саясаттан әсері қанша болса да, осы Кенесары секілді тұлғалар қазақ халқының ұлт ретінде жоғалып кетпес үшін бар амалын жасаған арқасында біз қазір ұлт ретінде ары қарай өмір сүріп, өзіміздің дербес мемлекетімізді құрып отырмыз. Енді мен түсінген біздің тарихымыз осындай ұлт азаттық күреске толы, бірақ сол күрестен біздің аман алып қалғанда осы Кенесары секілді осы батырлардың батырлығы мен бірлігі. Және де сондықтан бұл кітап әр қазақтың кітап сөресінде тұрып, яғни қасиетті кітап ретінде әр қазақтың үйінде, яғни төрде тұру керек деп санаймын. Жалпы осы менің шығармамен бөліскен ойымды тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Мен не болса да жалпы бұл қаһар шығармасын толықтай оқығандықтан, яғни менің ой жеміс және сезім үшін бұл шығарма өте оңай тиген жоқ, бірақ не болса да бұл шығарма өте маңызды. Және де біздің тарихымыз үшін, біздің ұлттық мүддеміз үшін бұл шығарма өте ерекше орын алады. Сау болыңыздар.